Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен французша ет, яғни мясо по-французски жасайтын боламыз. Француздардың өздерінің осындай тағамдары бар екенін біледі ме екен? Оның атын неге французша ет деп қойды екен, қызық. Дегенмен біздің отбасылық сүйіп жейтін тағамымыздың бірі. Жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Біріншіден пісіретін ыдысымызды осылай майлап аламыз. Картошканы қатты қалың қылдырмай, осындай қалыңдықта турап алатын боламыз. Турап алған картоптарымызды видеода көрсетілгендей жайып шығатын боламыз. Біркелкі етіп жайып алғаннан кейін майонезден сетка жасаймыз. Егер майонез қолданғыларыңыз келмесе, орнына қаймақ қолдансаңыздар болады. Ендігі кезекте өз қалауларыңызға қарай фарш қолдансаңыздар да болады. Не болмаса, етті кесектеп салсаңыздар да, құс етін пайдалансаңыздар да болады. Барлығы өз қалауларыңызға қарай, барлығы дерлік дәмді болып шығады. Мен сиыр етінен фарш қолдандым. Осылайынан фаршты біркелкі етіп жайып шығамыз. Дәміне қарай барлық жеріне жететіндей етіп тұзын сеуіп шықтым. Ендігі кезекте жуаны да біркелкі етіп жайып шығатын боламыз. Қалыңдығы міне осындай, қатты қалың емес. Барлық заттардың мөлшерін видеоның астына жазып қоятын боламын. Міне біркелкі етіп жайып алдым. Енді үстіне майонезден сетка жасайтын боламыз. Бұл жолы майонезге жомарт боламыз, көбірек себеміз. Енді осының үстіне тағы бір қабат картоп жайып аламыз. Картоптың үстіне қызанақтарды жайып шығатын боламыз. Сіздер балғын қызанақ қолдансаңыздар да болады. Мен қызанақтар, қатырылған қызанақ қолданайын деп тұрмын. Бұл қызанақтарды мен өзім қатырып қойған болатынмын жазды күні. Қызанақ қатырудың әдісін, ссылкасын астына тастап кетемін. Менің YouTube каналымда да бар. YouTube каналыма кіріп тіркеліп алуларыңызды сұраймын. Әртүрлі әдістермен және дәмді тағамдар мен тәттілердің рецептерімен сіздермен бөлісіп отыратын боламын. Сіздердің қолдауларыңыз өте қажет. Каналыма кіріп, лайк пен комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай, қызанақтар бір-біріне жабыспаған, өздерінің қалпын сақтаған, кез келген кезде алып пайдалана берсеңіздер өте ыңғайлы. Қызанақтарымды осылайынан жайып алдым. Қызанағы көбірек болса, өте дәмді, сулы болып шығады. Сондықтан жомарт болыңыздар қызанаққа. Үстінен тағы бір мәрте тұз сеуіп алуды ұмытпаңыздар дәміне қарай. Пешке салмас бұрын пісіп жатқанда кеуіп қалмас үшін осы қызанақтардың үстінен бір мәрте майонез жағуымызды ұмытпаңыздар. Одан кейін барып 40 минутқа, 35-40 минутқа пешке салып пісіріп аламыз. Піскеннен кейін бетінен үккіштен өткен ірімшігімізді салып тағы 5-10 минут ұстаймыз. Ірімшігі езіліп, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлық отбасыңызға ұнайтынына сенімдімін. Сіздермен болған әсел ас болсын.